Шеберлік каналында сіздерді көруге қуаныштымын тағы да. Өткен жолы қалай тігуге қатысты айтқан болатынмын. Ал енді бүгінгі таңда тігісті айналдырып тігіп шыққаннан кейін тігіп бастаған жерге қайтып оралған кезде, тігіп жатқан кездерде қалай аяқтауға қатысты көрсеткім келіп жатыр. Бұның бір ерекше құпиясы жоқ, бірақ ескеретін бір жайт бар. Міне мынау бастаған жерім. Осы жерден көбісі бетіп ішіндегі жіпті мүмкін бері шығарып, толығымен шығарып тастайды да, сосын барып бір-біріне былай байлап жатады адамдар. Бірақ оның түйіні сыртында көрініп тұратын болғандықтан, ол бізге ыңғайсыз, әдемі емес болып тұрады. Сол себепті біз осы жердегі техника кәдімгі киім тіккендегі техникаға ұқсас тігеміз. Яғни қараңыздар, бұрынғы тіккен жердің үстіне бір тағы да жіпті тіктім, бір қадам тіктім, екі қадам, міне екі қадам, және үшінші қадам тігемін. Осылай үш қадам тіктім. Көрініп тұр ме? Жоқ па? Міне, байқасаңыздар мына жерде. Бір, екі, үш. Екі қайтара тігіп жатырмын. Бұрынғы тігісі тұр. Сонымен қатар мына жерде айналдырып алып келгеннен кейін тағы да үстінен тігіп өттім. Енді бізге мен әдетте мынау ішіндегі жіпті бері қарай шығара саламын. Міне бұлай шығара саламын да, осы жерден мына жерінен түбінен мына жерінен қиып тастаймын. Және осы шығып тұрған екі жіпті алып түп жағына қарай жақындатып қиып тастаймыз. Осылай. Және екіншісін. Бұлар енді керек емес жіптер. Сонымен осы жердегі түбінде қалып қойған көрініп тұр ма? Кішкене. Мына жерде кішкене ғана қалып қойды. Оларды аламыз да осылай күйдіре саламыз. Бірақ абайлаңыздар, резина күйіп кетпейтін шығар, бірақ мынау замш күйіп кету қаупі бар. Сол себепті былай емес, мүмкін былай осылай жіпті күйдіре салуға болатын шығар. Сонымен осылай айналдырып тігіп шықтық. Айтпақшы, осылай айналдырып тігіп шықтық. Айтпақшы, өткен жолы мен қалай бастау керек, аяқ киімнің қай жерінен бастаған ыңғайлы, соны түсіндіруді ұмытып кетіппін. Осы видеода айта кетейін. Яғни аяқ киімнің бастаған кездерде мына жерінен, алдыңғы жағынан, мына жағынан емес, артынан емес, осы жерден бастаған жөн. Неге десеңіздер, мына жерден бастау да оңай, осы жерден сосын барып бітіру де оңай. Сол себепті осындай жерінен бастасаңыздар жақсы, аяқ киім тігуді. Рахмет, осы біздің каналмен бірге болғандарыңызға. Қарап, үйреніп жүріңіздер. Сонымен қатар болашақта да басқа видеолар түсіреміз. Сол себепті жазылыңыздар біздің каналға. Басқа да туыстарыңызға, басқа да қазақ тілінде сөйлейтін адамдармен бөліссеңіздер жақсы болатын еді. Жазылып қойыңыздар. Өздеріңіздің алғыстарыңызды білдірсеңіздер де болады. Сонымен қатар өздеріңіз не көргілеріңіз келеді осы каналдан, соны астына жазсаңыздар болады. Жақсы, сау болыңыздар.